Құрметті көрермендер, әңгімемізді бастамас бұрын лайк басып пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Өз ойларыңызбен бөлісіп, осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды комментарийге жаза отырыңыздар. Егер біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыздар, подписация етіп, қоңырау белгішесін басып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ендеше, көп созбай, бүгінгі әсерлі әңгімемізді бастайық. Айдана медициналық университетті бітірген күні үйіне қолында дипломы бар, жүзінде қуанышы бар адам болып кірді. Әке, деді ол, есіктен кіре сала. Бітірдім. Әкесі қызына қарап ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Сосын көзіндегі жасты жасыруға тырысып, құттықтаймын қызым, деп оны құшақтады. Бұл құшақта қуаныш та мақтаныш та бар еді. Бірақ Айдана әкесінің қатты жүдеп кеткенін сол күні анық байқады. Бұрын кең иықты, ширақ жүретін әкесі соңғы кездері қартайып кеткендей көрінетін. Әке, сізге не болды? Ештеңе болған жоқ. Арықтап кетіпсіз ғой. Жұмыстан шаршадым. Айдана әкесінің көзіне қарады. Ол өтірік айтып тұрғанын сезді, бірақ қазбаламады. Сол күні екеуі шағын ғана дастархан жайып, Айдананың оқу бітіргенін атап өтті. Үстелде көп тамақ жоқ еді, бірақ әкесі қызына қайта-қайта тамақ салып беріп отырды. Өзің же, әке. Мен жеп қойдым. Айдана оның тәрелкесіне қарады. Тәрелкеде тамақтың жарты сырана желінген. Сіз тағы да мені алдап отырсыз. Әкесі күлімсіреді. Қызым, бүгін сенің күнің, сен же. Айдана үнсіз қалды. Сол түні бәрі ұйықтағаннан кейін ол ас үйге су ішуге шықты. Сонда әкесінің жалғыз отырғанын көрді. Үстел үстінде бірнеше қағаз жатты. Әкесі бір қағазды қолына алып, маңдайын ұстап отырды. Айдана тоқтап қалды. Әке? Әкесі селк етіп қағаздарды тез жинай бастады. Сен ұйықтамадың ба? Бұл не? Ештеңе емес. Неге жасырып жатырсыз? Әкесі жауап бермеді. Айдана үстелге жақындап қағаздардың бірін алды. Ол қарыз туралы құжат еді. Соманы көргенде Айдананың қолы дірілдеп кетті. Әке? Әкесі көзін төмен түсірді. Қызым, сенің бұл іске араласқаныңды қаламаймын. Бұл неше жылдан бері бар? Біраз болды. Біраз болды дегеніңіз қанша? Әкесі үндемеді. Неге маған айтпадыңыз? Сен оқуыңды бітірсін дедім. Бірақ сіз осы қарыздың бәрін жалғыз көтеріп жүрдіңіз бе? Әкесі ауыр күрсінді. Сен бала кезінен дәрігер болғың келді. Сол арманыңды өшіргім келмеді. Айдананың көзінен жас ақты. Мен үшін қарыз алдыңыз ба? Оқу ақысы керек болды, пәтер керек болды, күнделікті шығын болды, кейде ақша жетпей қалды. Сонда неге маған айтпадыңыз? Әкесі қызына қарады. Айтсам сен оқуды тастап жұмысқа кіріп кетер едің. Айдана әкесінің қасына отырды. Мен оқуды тастап кетпей, басқа амалын қарастырар едік. Мен соны білдім. Әкесі күлімсіреді. Сондықтан айтпадым. Айдана жылап жіберді. Енді не істейміз? Әкесі оның қолын ұстап. Ештеңе істемейміз, мен өзім төлеймін. Қалай? Әкесі жауап бере алмады. Сол үнсіздік Айданаға бәрін түсіндіріп берді. Әкесінің енді қарызды жалғыз төлеуге шамасы жетпейтін. Келесі күні Айдана ауруханаға жұмысқа шықты. Ол ақ халатын киіп, науқастарды қабылдады. Бірақ сол күннен бастап, оның әр алған жалақысы көз алдына әкесінің қарызы болып елестейтін. Бір науқас оған: "Қызым, рахмет, сен болмағанда баламнан айырылып қалар едім", деді. Айдана күлімсіреп: "Аман болыңыз", деді. Бірақ бөлмеден шыққан соң дәліздің бұрышына барып көз жасын сүртті. Ол адамдардың өмірін сақтап жүрді, бірақ өз әкесін қарыздан қалай құтқарарын білмеді. Бірнеше ай өтті. Айдананың жалақысы үйдің қажетіне әрең жететін. Ал әкесінің қарызы азаймайтын, керісінше өсім қосылып көбейе берді. Бір күні әкесі телефон арқылы біреумен сөйлесіп отырды. "Тағы біраз уақыт беріңізші, қызым жұмысқа кірді, бәрін төлейміз". Айдана есіктің ар жағында тұрып бәрін естіді. Әкесінің дауысы дірілдеп тұрды. Сол сәтте Айдана шешім қабылдады. Ол бұл үйде отырып, ай сайын аз ғана кей жалақы алып, қарыздың көбейгенін қарап отыра алмайтын. Сол түні ол телефонын ашып, шетелдегі жұмыс орындарын қарай бастады. Көз алдынан бір қала қайта-қайта шыға берді. Дубай. Айдана экранға ұзақ қарап отырды. Ол бұл қалаға барғысы келген жоқ. Ол әкесінен алыстағысы келген жоқ. Бірақ кейде адам қаламайтын жолға да амалсыз түседі. Айдана көз жасын сүртіп: "Әке, мен сізді бұл қарызбен жалғыз қалдырмаймын", деп сыбырлады. Сол түні оның Дубайға апаратын жолы басталды. Келесі күннен бастап Айдананың ойы мүлде өзгерді. Ауруханада бұрынғыдай жұмыс істеп жүргенімен, енді оның әрбір әрекетінің артында бір ғана мақсат тұрды: әкесін қарыздан құтқару. Түскі үзілісте ол телефоннан Дубайдағы медициналық орталықтардың жұмыс орындарын іздейтін. Кешке үйге келген сонда ұзақ уақыт компьютер алдында отыратын. Жалақыларын қарайды, жұмыс талаптарын оқиды, құжаттарын тексереді. Бірақ бір мәселе бар еді. Оған ұсынылған жұмыстардың кейбірі күмәнді болатын. Бір жерде жалақысы тым жоғары, бір жерде жұмыс беруші жол шығынын өзі төлейтінін айтқан. Тағы бір жерде құжаттарды тез арада жіберуді талап еткен.
Айдана бәрін мұқият тексеруге тырысты. Өйткені ол дәрігер еді, адамның өміріне немқұрайлы қарауға болмайтынын жақсы білетін. Ал енді өз өміріне қатысты шешім қабылдағанда да асығыс қадам жасағысы келмеді. Бір күні кешке ол әкесінің қасына отырды. Әке, сізге бір нәрсе айтуым керек. Әкесі теледидар қарап отырған. Айта бер. Мен шетелге жұмысқа кеткім келеді. Әкесі бірден оған қарады. Қайда? Айдана біраз үнсіз қалды. Дубайға. Әкесінің жүзі өзгеріп кетті. Жоқ. Әке, жоқ дедің. Тыңдап алыңызшы. Мен сені жалғыз жібермеймін. Мен де сізден алыстағым келмейді. Онда неге барасың? Айдананың көзіне жас толды. Сіздің қарызыңыз үшін. Әкесі үндемей қалды. Менің осы жерде алатын жалақыммен ол қарызды жабу үшін қанша жыл керек екенін білесіз бе? Қарызды мен алдым, оны өзім төлеймін. Сіз жалғыз төлей алмайсыз. Бұл сөз әкесіне ауыр тиді. Ол орнынан тұрып терезеге қарап қалды. Бірнеше секундтан кейін, қызым, мен сенің өміріңді бұзғым келмейді деді. Сіз менің өмірімді бұзған жоқсыз. Айдана әкесінің қасына барды. Керісінше, менің өмірімді жасадыңыз, мені оқыттыңыз, дәрігер болуға мүмкіндік бердіңіз. Енді мен сізге көмектескім келеді. Әкесі көзін сүртті. Егер бірдеңе болса ше? Айдана жауап бере алмады. Себебі оның өзі де қорқатын, бірақ қорқынышын әкесіне көрсеткісі келмеді. Ештеңе болмайды. Әкесі қызына қарап, сен мұны шын шештің бе? Иә. Ұзақ үнсіздіктен кейін әкесі ақырын басын изеді. Онда бар. Айдана таңғалып әкесіне қарады. Бірақ бір шартпен. Қандай? Қандай жағдай болса да маған шындықты айт. Қиналсаң айт, жұмысың болмай қалса айт, ақшаң бітіп қалса айт, ауырсаң айт. Айдана жылап күліп, жақсы. Маған бәр жақсы деп өтірік айтпа. Айдана әкесін құшақтады. Уәде беремін. Бірақ ол бұл уәдесін кейін бұзуға мәжбүр болатынын әлі білмеді. Арада бірнеше апта өтті. Айдананың құжаттары дайын болды. Ұшақ билеті алынды, чемоданы жиналды. Үйдің әр бұрышына қараған сайын оның жүрегі ауыратын. Бұл үйде оның балалық шағы өтті. Осы жерде әкесі оны мектепке шығарып салды. Осы жерде университетке түскенін атап өтті. Осы үйде дипломын әкесіне көрсеткен еді. Енді сол үйден кеткелі тұр. Ұшар алдындағы соңғы түні Айдана ұйықтай алмады. Түнгі сағат 3-те ол ас үйге шықты. Әкесі де ояу отыр екен. Алдында шай тұр. Сіз де ұйықтамадыңыз ба? Ұйқы келмеді. Айдана қасына отырды. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Сосын әкесі: бала кезінде сенен бір нәрсе сұрайтынмын. Не? Өскенде кім боласың дейтінмін. Айдана күліп: дәрігер болам дейтінмін. Иә. Әкесі қызына қарады. Сен арманыңа жеттің. Айдана оның қолын ұстап: сіздің арқаңызда. Жоқ. Әкесі басын шайқады. Өз еңбегіңмен. Сосын біраз үнсіз отырып: енді өзіңді жоғалтпа. Осы сөз Айдананың жүрегіне қатты батты. Жоғалтпаймын. Таң атқанда әкесі қызын әуежайға шығарып салды. Айдана чемоданын сүйреп келе жатты. Әкесі оның артынан қарап үнсіз жүрді. Әуежайдың кіреберісіне жеткенде Айдана тоқтады. Әке? Иә. Мен қайтып келгенде қарыздың бәрін жабамыз. Әкесі күлімсіреді. Сен аман қайтсаң болды. Айдана әкесін құшақтады. Бұл жолы екеуі де ұзақ жылады. Аман жүр қызым. Сіз де аман болыңыз. Айдана ішке кіріп кетті. Бірнеше қадам жүрген соң артына қарады. Әкесі әлі сол жерде тұр екен. Қолын көтеріп қызына қарап тұр. Айдананың көзіне жас келді. Ол әкесінің бейнесін соңғы рет көріп тұрғандай сезінді. Ұшақ көкке көтерілгенде Айдана терезеден бұлттарға қарап отырды. Телефонын ашып, әкесіне хабарлама жазды. Әке, қорықпаңыз, мен міндетті түрде ораламын. Біраз ойланып, тағы бір сөйлем қосты. Бәрін түзетеміз. Ол хабарламаны жіберді. Бірақ оның Дубайдағы өмірі өзі ойлағандай оңай болмайтын. Ол жерден оны биік ғимараттар ғана емес, күтпеген адамдар, ауыр сынақтар және өмірін түбегейлі өзгертетін бір адам күтіп тұрған еді. Ол адамның аты Нұрлан. Ұшақ Дубайға түнге қарай қонды. Айдана терезеден сыртқа қарап отырып, қаланың жарығына таң қалды. Бір-біріне ұқсайтын сансыз шамдар, биік ғимараттар, жолдағы қымбат көліктер, бәрі оған ертегі сияқты көрінді. Бірақ оның жүрегінде қуаныштан гөрі қобалжу басым еді. Мен шынымен келдім. Ол телефонын қосып, әкесіне бірден қоңырау шалмақ болды. Бірақ байланыс нашар болғандықтан хабарлама ғана жіберді. Әке, жеттім, алаңдамаңыз. Бірнеше секундтан кейін әкесінен жауап келді. Шүкір, аман барғаныңның өзі жетеді. Енді дем алып ал. Айдана сол хабарламаны қайта-қайта оқып отырды. Ол әкесіне өзінің қаншалықты қорқып тұрғанын айтпады. Әуежайдан шыққанда Айдананы жұмысқа орналастыруға көмектесемін деген адам қарсы алды. Айдана ма? Иә.
Жүріңіз, сізге тұратын жер де дайын. Айдана чемоданын алып, оның соңынан ерді. Жол бойы ол терезеден Дубайға қарап отырды. Қаланың жарығы көзді арбайды. Бірақ Айдана бұл сұлулықтың арасында өзін кішкентай ғана адам сияқты сезінді. Ол ешкімді танымайтын, ешкім оның кім екенін білмейтін, тіпті тілін де толық меңгермеген. Мен мұнда шынымен жұмыс істей аламын ба? Деген ой ішін мазалай берді. Бір сағаттай жүргеннен кейін олар шағын ғана ғимараттың алдына келді. Осында тұрасыз, деді әлгі адам. Айдана айналасына қарады. Ал медициналық орталық қайда? Ертең апарам. Жақсы. Ол көп сұрақ қоймады, өйткені шаршаған еді. Бөлмеге кірген соң чемоданын ашып, әкесінің үйінен алып келген кішкентай суретін үстелге қойды. Суретте әкесі екеуі бірге көріп тұрған. Айдана суретке қарап, "Мен сіз үшін келдім, әке", деп сыбырлады. Сол түні ол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Сол кеште әкесіне қоңырау шалынды. "Қалайсың, қызым?" Айдана күлімсірегендей болып, "Жақсымын, әке. Жұмысың басталды ма?" Айдана жауап беруге қиналды. "Иә, жақында бастаймын." Бұл оның алғашқы өтірігі еді. Жақсы екен. Әкесінің даусынан қуаныш сезілді. "Қызым, мен де қарыздың бір бөлігін кейінге шегердім. Сен жұмыс істей бастасаң, бәрі реттеледі." Айдана көзін жұмды. "Иә, әке, бәрі реттеледі." Телефонды қойғаннан кейін ол төсегіне отырып бетін қолмен жапты. Жылағысы келді, бірақ жыламауға тырысты. "Мен әкеме бәрі жақсы деп айттым. Енді шынымен бәрін жақсы етуім керек." Бірнеше күннен кейін Айдананың ақшасы азайып қалды. Ол арзан тамақ алуға көшті. Кейде бір күн бойы дұрыс тамақ ішпейтін, бірақ ешкімге айтпады. Сол кезде ол қаладағы бір медициналық орталықта өзі барып көруге шешім қабылдады. Құжаттарын алып таңертең ерте жолға шықты, бірақ барған жерінде "Қазір бос орын жоқ", деді. Айдана басын изеді. "Мен тәжірибелі дәрігермін, тіпті уақытша жұмыс болса да." "Кешіріңіз", ол сыртқа шықты. Күн ыстық еді. Айдана аялдамада жалғыз тұрды. Қолында құжат салынған папка, жанында суы таусылған бөтелке. Сол сәтте оның көзінен жас ағып кетті. Ол бөтен елдің көшесінде жалғыз тұрды. Қасында әкесі жоқ, танысы жоқ, жұмысы жоқ. Ал үйде әкесі оның ақша жіберетін күнін күтіп отыр. Айдана көз жасын сүртіп, "Мен беріле алмаймын", деп сыбырлады. Сол кезде жанынан өтіп бара жатқан бір көлік кенет тоқтады. Көліктің терезесі ашылды. Айдана қыз таңғалып қарады. Ол бұл адамды бұрын бір-ақ рет көрген, бірақ кім екенін бірден есіне түсіре алмады. Көліктен қара торы, жинақы киінген жігіт түсті. "Сіз мені танымай тұрсыз ба?" Айдана үнсіз қарады. Жігіт күлімсіреді. "Мен Нұрланмын. Бірнеше күн бұрын сізді әуежайда көргенмін." Айдананың есіне түсті. Нұрлан сол жерде бір адаммен сөйлесіп тұрған. "Иә, есіме түсті." Нұрлан оның қолындағы құжаттарға көз тастады. "Жұмыс іздеп жүрсіз бе?" Айдана бірден жауап бермеді. Сосын, "Иә, әлі таппадыңыз ба?" Айдана басын шайқады. "Жоқ." Нұрлан оның жүзіне мұқият қарады. Сіз дәрігерсіз ғой? "Иә." Онда неге мұнда жалғыз жүрсіз? Айдана күлімсіруге тырысты. Кейде өмір жоспарлағандай болмай қалады. Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Сосын, "Мен сізге жұмыс тауып беруге тырысып көрейін." Айдана бірден, "Жоқ, сізге әуре болудың қажеті жоқ. Бұл әуре емес. Мен сізді танымаймын ғой." Нұрлан күлімсіреді. "Мен де сізді жақсы танымаймын, бірақ адамның қиын жағдайда тұрғанын көріп тұрып, көмектеспей өтіп кетуде дұрыс емес." Айдана оның сөзіне жауап таба алмады. Нұрлан, "Құжаттарыңызды беріңіз, мен қарап шырайын. Өзім жұмыс істейтін компанияда болмаса, таныстарымнан сұраймын." Айдана папкасын кеудесіне қысып ұстап тұрды. Ол әлі бұл жігіттің өмірінде қандай орын алатынын білмейтін. Бірақ дәл сол күні Дубайдағы жалғыз өмірінде алғаш рет бір адам оған "Сіз жалғыз емессіз" дегендей сезім сыйлады. Ал Нұрлан болса, Айдананың тағдыры оның ойлағаннан әлдеқайда күрделі екенін әлі білмейтін еді. Нұрлан Айдананың құжаттарын қолын алды. Ол дипломына, еңбек тәжірибесіне, сертификаттарына бір-бірлеп көз жүгіртіп шықты. "Сіз шынымен дәрігерсіз ғой", деді ол. Айдана сәл жымиып, "Иә, өз елімде ауруханада жұмыс істедім." "Тәжірибеңіз де бар екен?" "Бар." Нұрлан папканы жауып, "Онда сізге жұмыс табылуы керек." Айдана күрсінді. "Мен де соны қалап жүрмін. Неге дәл осы жерге келдіңіз?" Айдана біраз үнсіз қалды. Ол әкесінің қарызын бірден айта салғысы келмеді. "Отбасылық жағдайым бар." Нұрлан оның жүзінен бір нәрсенің ауыр екенін сезді, бірақ артық сұрақ қоймады. "Жақсы, қазір сізді қонақ үйге жеткізіп қояйын. Ертең жұмыс туралы сөйлесеміз." "Жоқ, өзім барам." "Қайда тұрасыз?" Айдана мекен жайын айтты. Нұрлан біраз ойланып, "Бұл жер сіздің жұмысыңызға да ыңғайсыз екен." "Әзірге осында тұруым керек." "Жақсы, онда ертең хабарласамын." Айдана көлікке отырып терезеден сыртқа қарап отырды.
Ол Нұрланның неге көмектескісі келіп жүргенін түсінбеді, бірақ оның бойында бір түрлі тыныштық пайда болды. Келесі күні таңертең Нұрлан Айданаға хабарласты. Айдана, мен өз компаниямның басшысымен сөйлестім. Не деді? Қазір біздің бөлімде дәрігерге арналған бос орын жоқ екен. Айдананың көңілі түсіп кетті. Түсінікті. Бірақ бұл соң емес. Қалай? Мен достарымнан сұрастырамын. Нұрлан, сізге онсыз да көп әуремін. Олай айтпаңыз. Бірақ сіздің өз жұмысыңыз бар. Менің жұмысым бар болғаны, сіздің жұмысыңыз жоқ болуы керек деген сөз емес. Айдана үндемей қалды. Нұрлан, бүгін кешке тағы хабарласамын. Сол күні Нұрлан бірнеше адамға телефон соқты. Алдымен өз компаниясындағы жақын досы Саматқа хабарласты. Самат, медициналық орталықтарда бос орын бар ма? Кімге? Бір дәрігер қызға. Қай елден? Қазақстаннан. Құжаттар толық па? Тәжірибесі де бар. Самат, мен бір танысыма сұрап көрейін. Кейін Нұрлан тағы бір әріптесіне хабарласты. Одан да нәтиже болмады. Кешке қарай ол ағасына қоңырау шалды. Аға, сіздің медицина саласында таныстарыңыз бар еді ғой? Бар, не болды? Бір дәрігер қызға жұмыс керек. Нұрлан жағдайды қысқаша түсіндірді. Ағасы, құжаттарын жібер. Жіберемін. Мен де қарап көрейін. Бір-екі жермен сөйлесіп көремін. Нұрлан сол түні Айдананың құжаттарын ағасына жіберді. Ал Айдана болса, кішкентай бөлмесінде жалғыз отырды. Телефонын қолына алып, әкесінің нөміріне бірнеше рет кіріп шықты. Қоңырау шалуға қорықты, өйткені әкесі тағы да. Жұмысың қалай? Деп сұрайтынын білді, бірақ ақыры қоңырау шалды. Қалайсың қызым? Жақсымын әке. Жұмыс істеп жүрсің бе? Айдана үнсіз қалды. Тағы да өтірік. Қызым, даусың біртүрлі ғой. Шаршадым. Тамақ іштің бе? Осы қарапайым сұрақ Айдананың жүрегін ауыртып жіберді. Ол Дубайдың қымбат мейрамханалары туралы емес, әкесінің үйде отырып оған тамақ іштің бе деп сұрайтынын сағынды. Әке, өзіңді күт. Жақсы. Пиналсаң, қайтып кел. Айдананың көзінен жас ақты. Қайтпаймын. Неге? Мен сіздің қарызыңызды жауып қайтамын. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын әкесі ақырын. Менің қарызым сенің өмірінен қымбат емес қызым, деді. Айдана жауап бере алмады. 2 күннен кейін Нұрлан тағы хабарласты. Айдана, бір жаңалық бар. Қандай? Бір медициналық орталықта дәрігерге орын болуы мүмкін. Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. Шын ба? Бірақ алдымен сұхбаттан өтуің керек. Қашан? Ертең. Мен барамын. Құжаттарыңды дайында. Айдана сол түні ұйықтамады. Ақ халатын дайындады. Дипломын қайта тексерді. Сертификаттарын реттеді. Айна алдына барып өзіне қарап, сен дәрігерсің, қорықпа, деп бірнеше рет қайталады. Ертеңінен Нұрлан оны медициналық орталыққа алып барды. Айдана сұхбат бөлмесіне кірді. Бірнеше адам отыр екен. Олар оның тәжірибесі туралы сұрады. Айдана сенімді жауап берді. Науқастармен қалай жұмыс істейтінін айтты. Төтенше жағдайда қандай шешім қабылдайтынын түсіндірді. Сұхбат соңында бөлім басшысы: "Біліміңіз жақсы екен, бірақ бізге тағы бірнеше үміткер бар. Шешімді кейін айтамыз." Айдана басын изеп сыртқа шықты. Ол үміттенуге де қорқып тұрды. Нұрлан дәлізде күтіп отыр екен. Қалай өтті? Жаман емес. Демек жақсы өтті. Айдана күлімсіреді. Неге сонша сенімдісіз? Өйткені мен сіздің қандай дәрігер екеніңізді көрдім. Қайдан көрдіңіз? Нұрлан оған қарап. Сіз өзіңіз үшін емес, әкеңіз үшін осынша қиындыққа шыдап жүрсіз. Науқастарыңыз үшін де дәл сондай болатыныңызға сенемін. Айдана оның сөзіне үнсіз қалды. Сол сәтте жүрегінде Нұрланға деген ерекше бір сезімнің пайда болғанын өзі де түсінбеді. Бірақ сол кеште күтпеген хабар келді. Медициналық орталық Айдананы жұмысқа қабылдай алмайтынын айтты. Себебі құжаттарына қатысты қосымша тексеріс қажет екен. Айдананың үміті тағы сөніп қалды. Ол бөлмесіне кіріп телефонын үстелге қойды. Көзінен жас ақты. Неге бәрі осылай болып жатыр? Ол әкесіне қоңырау шалмады. Нұрланға да хабарласпады. Телефонын өшіріп қойды. Бірақ бірнеше минуттан кейін есік қағылды. Айдана таңғалып есікті ашса, алдында Нұрлан тұр. Телефоныңыз неге өшірулі? Айдана көз жасын жасыруға тырысты. Ештеңе болған жоқ. Нұрлан оның жүзіне қарап, жұмыс болмады ма? Айдана жауап бермеді. Нұрлан бәрін түсінді. Бұл әлі соң емес Айдана. Мен шаршадым Нұрлан. Бұл оның Нұрланға алғаш рет шын сырын айтуы еді. Мен тек әкемнің қарызын жауып үйге қайтқым келген. Бірақ қолынан ештеңе келмей жатқан сияқты. Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Сосын, сіз қазір жалғыз емессіз. Айдана оған қарады. Мен сізге көмектесемін деп уәде берген жоқпын, бірақ қолынан келгенше көмектесемін. Айдананың көзінен тағы жас ақты. Бұл жолы ол жылағанын жасырмады. Ал Нұрлан сол сәтте бір шешім қабылдады. Өз компаниясында орын болмаса да, ол Айданаға басқа жерден жұмыс таппайынша тоқтамайтын болды. Бірақ ол іздеген жұмыс Айдананың өмірін ғана емес, екеуінің болашағын да өзгертетін еді.
Келесі таңертең Айдана әдеттегіден ерте оянды. Кеше болған жағдай әлде есінен кетпей тұрды. Бір сәтке бәрінен бас тартып үйіне қайтқысы келді. Телефонын қолына алып әкесінің нөмірін терді, бірақ қоңырау шалмады. Егер әкеме қазір бәрін айтсам, ол мені бірден қайтарып алады. Айдана телефонды үстелге қойды. Жоқ, мен әлі берілген жоқпын. Сол сәтте телефоны шырылдады. Нұрлан. Е, ояндыңыз ба? Е, дайындалыңыз, 15 минуттан кейін барамын. Айдана таңғалды. Қайда? Жұмыс іздеуге. Нұрлан, кеше бір жерден болмады, бүгін басқа жерден көреміз. Айдана алғаш рет шын көңілмен күлді. Сіз қашан шаршайсыз? Сіз жұмысқа кіргенде. Онда сізге ұзақ жұмыс бар екен. Ендеше шыдаймын. Нұрлан Айдананы бірнеше медициналық орталыққа барды. Бір жерге кірді, жауап күтті. Екінші жерге барды, құжаттарын көрсетті. Үшінші жерде бөлім басшысы оның тәжірибесіне қызығушылық танытты. Бірақ соңында бізге жергілікті лицензиясы толық дәрігер керек деді. Айдананың көңілі тағы түсті. Көлікте екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Үйге қайтайық па деді Нұрлан. Жоқ, Айдана терезеге қарап, тағы бір жерге барайық. Нұрлан оған бұрылып қарады. Шаршамадыңыз ба? Шаршадым. Онда демалайық. Жоқ, менің шаршауға құқығым жоқ сияқты. Нұрлан оның бұл сөзіне ауыр күрсінді. Айдана, сіз өзіңізді тым қатты қинап жүрсіз. Әкем де өзін қинады. Бірақ сіз әкеңіз сияқты өмір сүруге міндетті емессіз. Айдана үндемеді. Бұл сөзді ол алғаш рет біреуден естіді. Кешке Нұрланның телефоны шырылдады. Ол біраз сөйлесіп тұрды да қоңырауды аяқтады. Айдана? Иә, менің ағам сөйлескен медициналық орталық бар екен. Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қандай орталық? Үлкен орталық. Дәрігер керек екен. Ертең сұхбатқа шақырып жатыр. Айдана бірден, барам. Әлі нақты жұмыс деп айтқан жоқпын. Маған бәрібір, сұхбатқа барам. Нұрлан күліп жіберді. Жақсы, ертең сағат 9-да дайын болыңыз. Келесі күні Айдана сұхбатқа кірді. Бұл жолы бәрі басқаша болды. Олар оның дипломын ғана емес, тәжірибесінде мұқият қарады. Бас дәрігер бірнеше сұрақ қойды. Неліктен Дубайға келдіңіз? Айдана бір сәт ойланып қалды. Шындықты айтқысы келді. Бірақ әкесінің қарызын айтуға ұялды. Өз мамандығым бойынша дамып, тәжірибемді арттырғым келді деді. Бас дәрігер басын изеді. Жақсы жауап. Сұхбат 1 сағатқа жуық созылды. Соңында, біз сіздің кандидатураңызды қабылдауға дайынбыз. Құжаттық мәселелерді реттегеннен кейін жұмысты бастай аласыз. Айдана бір сәт үнсіз қалды. Шын айтасыз ба? Иә. Айдананың көзінен жас шығып кетті. Рахмет. Сыртқа шыққан кезде Нұрлан күтіп тұрды. Ол Айдананың жүзінен ақ бәрін түсінді. Болды ма? Айдана басын изеді. Мені жұмыс қалды. Нұрлан күлімсіреді. Мен айттым ғой. Айдана қуаныштан жылап жіберді. Рахмет сізге. Маған емес, өзіңізге рахмет айтыңыз. Бірақ сіз болмасаңыз, болар еді, тек сәл кешірек. Айдана оған қарап ұзақ тұрды. Жоқ, сіз болмасаңыз, мен әлде қашан қайтып кетер едім. Нұрланның жүзі өзгерді. Онда менің еңбегім ақталған екен. Айдана жұмысты бастаған алғашқы күннен ақ бар күшін салды. Ол кешке дейін жұмыс істейтін, науқастарға мұқият қарайтын. Бірнеше аптадан кейін басшылары оның жұмысына риза болды. Ал алғашқы жалақысы түскен күні Айдана телефонға ұзақ қарап отырды. Ол бірден әкесіне ақша аударды. Сосын қоңырау шалды. Әке? Иә қызым, ақша жібердім. Әкесі біраз үнсіз қалды. Қызым, өзіңе қалдықтаңшы. Жоқ, бұл сізге керек. Қарыз азаяды, бірақ сенің өмірінде бар. Мен білемін. Әкесі күрсініп, Дубайға кеткеніңе өкінбейсің бе? Айдана терезеден қала шамдарына қарап отырды. Кейде өкінемін. Неге? Сізді сағынғандықтан. Телефонның ар жағында әкесі үнсіз қалды. Бірақ қазір қайтсам, сіздің қиналып жүргеніңізді біле тұра қалай өмір сүремін? Әкесі ақырын. Сен менің қызымсың. Сенің амандығың бәрінен қымбат. Айдана жылап. Мен аманмын, әке. Уақыт өте келе Айдана мен Нұрлан жиі кездесетін болды. Алғашында олардың кездесулері тек жұмыс пен өмір жайлы әңгімеден тұратын. Кейін олар бір-бірін жақсырақ тани бастады. Нұрлан Айдананың балалық шағы туралы сұрайтын. Айдана Нұрланның отбасы туралы білетін. Нұрланның да өмірі оңай болмаған. Ол да бәріне өз еңбегімен жеткен. Компанияда қарапайым қызметтен бастап, біртіндеп беделді қызметке көтерілген. Оны басшылары да, достары да сыйлайтын. Сондықтан Айдана қиын жағдайға түскенде Нұрланға көмектескен адамдар аз болмады. Бір күні Айдана, сізді адамдар неге сонша сыйлайды? Деп сұрады. Нұрлан күліп, білмеймін, өтірік. Неге? Себебі сіз ешкімнен көмек сұраудан ұялмайсыз, бірақ өзіңіз де адамдарға көмектесесіз. Нұрлан біраз ойланып, адам өмірінде бір-біріне сүйенетін кез болады. Айдана оған қарап, мен сізге қарыз болып қалдым. Жоқ,
Қалайша? Сіз маған ештеңе қарыз емессіз. Бірақ сіз мен үшін қанша нәрсе жасадыңыз? Нұрлан ақырын, мен оны қарыз үшін жасаған жоқпын. Айдана оның көзіне қарады. Екеуі де үнсіз қалды. Сол үнсіздіктің ішінде екеуі де бір нәрсені түсіне бастады. Бұл енді жай ғана достық емес еді. Бірақ олардың сезімін айтуына әлі ерте болатын. Өйткені Айдананың алдында әлі бір үлкен мәселе тұрды. Әкесінің қарызы. Ал сол қарыздың артында Айдана білмейтін тағы бір құпия бар еді. Айдананың жаңа жұмысындағы алғашқы айлары өте жақсы өтті. Ол жұмысына бар ынтасымен кірісті. Таңертең бәрінен бұрын келіп, кешке ең соңғы болып шығатын. Науқастармен сабырлы сөйлесіп, әр адамның жағдайына жеке көңіл бөлетін. Бірте-бірте оны адамдар тани бастады. Айдана ханымға қаралыңыз, дейтін науқастар бір-біріне. Өте мұқият дәрігер екен. Қанша шаршаса да адамды тыңдап алады. Басшылығы да оның еңбегін байқап жүрді. Бірнеше айдан кейін Айданаға жалақысы көтерілетіні туралы хабарлады. Сіз біздің орталық үшін жақсы маман болып келе жатырсыз, деді бас дәрігер. Айдана қуанып кетті. Ең бірінші ойына әкесі түсті. Сол күні ол үйіне барып, әкесіне тағы да ақша жіберді. Қарыз біртіндеп азайып келе жатты. Бірақ Айдананың жұмыстағы жетістігі бәріне бірдей ұнай қойған жоқ. Орталықта Айданамен бірге жұмыс істейтін Ләйла деген қыз бар еді. Ол Айданадан бұрыннан жұмыс істейтін, бірақ соңғы уақытта басшылық Айдананың еңбегін көбірек бағалай бастағанын көріп, іштей ашуланатын. Жаңа келген адам осынша тез көтеріп кетті, деп бір күні әріптесіне сыбырлады. Өзі жақсы жұмыс істейді ғой. Жақсы жұмыс істегені ғана емес шығар. Нені меңзеп тұрсың? Ләйла иығын көтерді. Кейбір адамдардың жолы болады. Оның бұл сөзін жанындағы қызметкер естіп тұрды, бірақ ештеңе демеді. Бірнеше аптадан кейін Айданаға жаңа міндет берілді. Ол маңызды науқастармен жұмыс істейтін бөлімге ауыстырылды. Бұл бөлімде дәрігердің беделі де, жалақысы да жоғары болатын. Басшылық, сізге сенеміз, деді. Айдана бұл сенімді ақтау үшін бұрынғыдан да көп жұмыс істеді. Ол енді орталықтағы беделді дәрігерлердің біріне айналды. Бірақ дәл осы сәтте оның айналасында көрінбейтін дұшпандық күшейе бастады. Бір күні Айдананың үстеліндегі медициналық құжаттардың орны ауысып кеткен. Ол мән бермеді. Келесі күні бір науқастың құжаты табылмай қалды. Айдана бүкіл бөлімді қарап шықты. Ақыры құжат басқа кабинеттен табылды. Біреу қателесіп алып кеткен шығар, деді ол. Бірақ бұл жай ғана қателік емес еді. Біреу Айдананың жұмысын әдейі қиындатып жүрген. Бірнеше күн тыныш өтті. Сосын тағы бір мәселе шықты. Айданаға бекітілген қымбат медициналық құралдардың бір бөлігі жоғалып кеткен. Тексеру басталды. Ал қойма құжаттарында құралдарды қабылдап алған адамның аты жөні ретінде тағы да Айдананың аты көрсетілген. Бұл мүмкін емес, деді Айдана. Басшылықтың жүзі суық еді. Екі рет сіздің атыңыз аталып отыр. Бірақ мен ол құралдарды алған жоқпын. Онда дәлелдеңіз. Айдананың дауысы дірілдеп кетті. Мен қалай дәлелдеймін? Бөлмеде отырғандардың ешқайсысы жауап бермеді. Осы сәтте Айдана алғаш рет жұмысынан айырылып қалудан шын қорықты. Өйткені бұл жұмыс жай ғана қызмет емес еді. Бұл әкесінің қарызын жабатын жалғыз үлкен мүмкіндік. Сол түні Айдана үйіне келгенде әкесінен хабарлама келді. Қызым, бүгін қарыздың тағы бір бөлігін жаптым. Сен жіберген ақша қатты көмектесіп жатыр. Рахмет. Айдана экранға қарап отырып жылап жіберді. Ол әкесіне ештеңе айтқысы келмеді. Жұмысымнан айырылып қалу мүмкін деп қалай айтады? Әкесі қайтадан уайымдайды. Айдана телефонын өшіріп төсегіне отырды. Мен жұмысымды жоғалтсам, бәрі қайтадан басталады. Ол сол түні таң атқанша ұйықтамады. Ертеңіне жағдай одан да қиындады. Басшылық Айдананы кабинетке шақырды. Үстел үстінде бірнеше құжат жатты. Біз ішкі тексеру жүргіздік. Айдананың жүрегі қысылды. Нәтижесі қандай? Бас дәрігер оған тура қарады. Қазір сізді жұмыстан уақытша шеттету туралы шешім қабылданды. Айдана орнынан қозғала алмай қалды. Не? Тексеру аяқталғанша? Бірақ мен ештеңе істеген жоқпын. Біз мұны түсінеміз, бірақ құжаттарда сіздің атыңыз тұр. Айдананың көзінен жас шықты. Менің атыма біреу әдейі жазған. Егер солай болса дәлел табамыз. Ал мен не істеймін? Бас дәрігер үндемеді. Айдана кабинеттен шықты. Дәлізде жүрген адамдар оған бұрынғыдай қарамайтын болды. Біреулер сыбырласты, біреулер көзін тайдырды. Ал кейбіреулер оның құлағанын көріп іштей қуанып тұрғандай еді. Айдана сыртқа шыққанда жаңбыр жауып тұрды. Ол қол шатырын алмады. Жаңбыр астында ұзақ тұрды. Ақ қалаты қолында. Бірнеше ай бұрын осы ғимаратқа алғаш кіргендегі қуанышы есіне түсті. Сол кезде ол, мен осы жерде өз орнымды табамын деп ойлаған. Енді сол орнынан айырылып бара жатты. Телефоны шырылдады. Нұрлан. Айдана қоңырауға жауап берді. Айдана, қайдасың? Ол сөйлей алмады. Айдана, қыз ақыры жылап. Нұрлан, мені жұмыстан шеттетті, деді. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Нұрланның дауысы
қатқыл шықты. Қайдасын? Мен қазір барамын. Айдана жаңбыр астында тұрып, мен ештеңе естіген жоқпын. Мен білемін, бірақ ешкім маған сенбейді. Мен саған сенемін. Осы 4 сөзден кейін Айдана өзін ұстай алмай жылап жіберді. Бірақ екеуі де білмейтін бір нәрсе бар еді. Бұл әлі бастамасы ғана болатын. Өйткені Айдананың жұмысына ғана емес, енді оның беделіне, құжаттарына, тіпті Дубайдағы өміріне қауіп төндіретін адам көлеңкеде әрекет етіп жүрген еді. Ал Нұрлан сол адамның кім екенін анықтау үшін өз таныстары мен компаниядағы беделін пайдаланып, істің ақиқатын іздей бастайды. Айдана бірнеше күн бойы жұмыстан шеттетіліп үйінде отырды. Ол бұрынғыдай ақ халатын киіп ауруханаға асықпайтын. Күн сайын таңертең оянғанда бірінші ойы бүгін не болады деген сұрақ еді. Нұрлан болса істің анық-қанығын білу үшін компаниядағы таныстарымен сөйлесті. Ол Айдананың құжаттарына байланысты ішкі тексерудің нәтижесін күтті. Бір күні кешке Нұрлан Айдананың үйіне келді. Айдана, жақсы жаңалық бар. Айдана орнынан тұрып, қандай? Құжаттарды қайта тексеріпті. Не болыпты? Сенің қолың қойылған құжаттардың түпнұсқалары зерттелген. Айдананың жүрегі дүрсілдеп кетті. Және сараптама бойынша қолтаңба сенікі емес. Айдана бірнеше секунд үнсіз тұрды. Шын ба? Иә. Ол көзін жұмып терең дем алды. Бірнеше күн бойы алғаш рет кеудесі кеңгендей болды. Сонда менің кінәм жоқ па? Қазірше дәлелденгені, сен ол құжаттаға қол қоймағансың. Айдана жылап жіберді. Мен ештеңе істемедім ғой. Нұрлан, мен саған басынан бері сендім. Тексеру жалғасты. Бірақ ең маңызды сұраққа жауап табылмады. Құжаттарды кім қолдан жасаған? Камералардан нақты адам анықталмады. Жүйеге кім кіргенінде толық дәлелденбеді. Сондықтан іс жабық қалмады. Ал Айдананың аты ақталғаннан кейін ол жұмысына қайта оралды. Бірнеше қызметкер одан кешірім сұрады. Бас дәрігер, біз сізден күдіктенгеніміз үшін кешірім сұраймыз. Айдана басын изеді. Ең бастысы шындық анықталды. Ол қайтадан ақ халатын киді. Бірнеше күннен кейін бұрынғыдай жұмыс істей бастады. Тіпті оның беделі бұрынғыдан да өсті. Адамдар, Айдана ханым қиын жағдайда да сабырын жоғалтпады деп мақтайтын. Бірақ бір адам ғана оның қайта оралғанын көріп, іштей өртеніп жүрді. Лейла. Бір күні Лейла Айдананың жанынан өтіп бара жатып, «Қайта келдіңіз ғой» деді. Айдана оған қарады. Иә, бәрі сіз ойлағандай оңай болып шықты. Мен ештеңе ойлаған жоқпын. Лейла жымиып, әлі ерте қуанып жүрсіз. Айдана оның сөзін түсінбеді. Не айтқыңыз келіп тұр? Ештеңе. Лейла кетіп қалды. Айдана оның артынан қарап қалды. Ол Лейланың мінезінен бір түрлі нәрсені сезді, бірақ нақты дәлелі жоқ еді. Арада бірнеше апта өтті. Медициналық орталыққа Дубайдағы өте беделді әрі ауқатты отбасының мүшесі келетін болды. Бұл адамды орталық басшылығы ерекше күтетін. Оның аты Фейсал Әл-Мансури. Ол елдегі беделді кәсіпкерлердің бірі еді. Сол күні бас дәрігер қызметкерлерге: «Бүгін бәріңіз өте мұқият болыңыздар. Бұл науқас біз үшін өте маңызды» деді. Фейсалдың қасында бірнеше көмекшісі болды. Оған арнайы дәрі-дәрмектерді жеткізілді. Айданаға дәрілерді дайындау міндеті берілді. Ол дәрілерді қабылдап, атауларын тексеріп шықты. Бірақ сол уақытта бір нәрсе болды. Айдана басқа бөлмеге шақырылып кетті. Ол бірнеше минутқа ғана шыққан. Дәл сол бірнеше минут біреуге жеткілікті. Біреу дәрі қораптарының ішіндегі капсулаларды ауыстырып қойды. Сыртқы қаптамасы өзгермеді. Атауы сол күйінде қалды. Бірақ ішіндегі дәрі басқа еді. Айдана қайта келгенде ештеңеден күдіктенбеді. Құжатта көрсетілген дәріні алды. Науқасқа қажетті мөлшерін дайындады. Фейсал дәріні қабылдады. Бірнеше минут өтті. Ол кенеттен өзін жайсыз сезінді. «Доктор», Айдана бірден қасына барды. «Не болды?» Фейсал демін ауыр ала бастады. Кем алуын қиындап барады. Айдананың жүрегі су ете қалды. «Жедел жәрдем шақырыңыздар». Бөлме әп-сәтте абыр-сабыр болды. Дәрігерлер жүгіріп келді. Фейсалдың жағдайы күрт нашарлады. Айдана бар күшін салып көмектесті. Бірнеше сағат бойы дәрігерлер оның өмірі үшін күресті. Ақыры жағдайы тұрақтанды. Бірақ ол өлім аузынан әрең аман қалған еді. Ал оның отбасы қатты ашуланды. Көп ұзамай Айдананы полиция шақырды. «Сіз дәріні өзіңіз дайындадыңыз ба?» «Иә». «Науқасқа өзіңіз бердіңіз бе?» «Иә». «Демек дәріні сіз бергенсіз». Айдананың даусы дірілдеді. «Бірақ мен оны ауыстырған жоқпын. Дәлеліңіз бар ма?» Айдана үндемей қалды. Ол дәрінің сыртқы қаптамасына ғана сенген. Ал біреу ішіндегі капсулаларды ауыстырғанын ешкім көрмеген. Осылайша күдік қайтадан Айданаға түсті. Фейсалдың отбасы өте ықпалды еді. Олардың адамдары Айдананы ауруханадан шыққан кезде аңдып жүрді. Бір күні оған бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. «Біз сенің кім екеніңді білеміз». Айдананың жүрегі қысылды. «Не, қалайсыздар? Фейсалға не болған сен өте жақсы білесің. Мен оны улаған жоқпын. Оны сотта айтасың.
Қоңырау үзілді. Айдана сол түні жалғыз қалуға қорықты. Нұрланға хабарласты. Нұрлан, иә, маған қауіп төніп тұр. Нұрлан бірден оның жанына барды. Сен жалғыз қалмайсың. Бірақ жағдай күн сайын қиындай берді. Айдананы уақытша қамауға алды. Оған тағылған айып өте ауыр еді. Ол сотта мен ешкімді улаған жоқпын. Мен дәрінің ішіндегі капсулалардың ауыстырылғанын білмедім деп жылады. Бірақ бастапқы дәлелдердің бәрі оған қарсы көрінді. Ол дәріні дайындаған. Ол науқасқа берген. Ал науқас содан кейін ауырған. Айдананың беделі қайтадан құлады. Бұрын оны мақтаған адамдардың кейбірі енді одан сырт айналды. Ол камерада жалғыз отырғанда әкесін ойлады. Әкеме мұны қалай айтам? Бірақ ең ауыр нәрсе, әкесінің қарызы әлі толық жабылмаған еді. Егер Айдана жұмысынан айырылса, бәрі қайтадан қиын болатын. Сот процесі басталды. Айдана бірнеше рет өзінің кінәсіз екенін айтты. Нұрлан да оған көмектесу үшін бар күшін салды. Ол Айдана бұған дейін де жалған құжат бойынша кінәлі болып көрінген. Кейін оның қолтаңбасы қолдан жасалған анықталды. Бұл істің артында бір адам болуы мүмкін деді. Бірақ нақты дәлел жоқ еді. Сотта бәрі тығырыққа тірелді. Сол кезде күтпеген нәрсе болды. Медициналық орталықтың техникалық бөлімі ескі бейне жазбалардың бір бөлігін қалпына келтірді. Камераның бір бұрышында Ләйлә көрінді. Ол Айдананың бөлмесіне кірген. Қолында дәрі қорабы болған. Бірнеше минуттан кейін шыққан. Бұл әлі толық дәлел емес еді. Бірақ тергеушілер оның бұрынғы әрекеттерін қайта тексере бастады. Компьютерлік жүйеде де жаңа із табылды. Жалған құжаттарды енгізген аккаунттардың бірі Ләйләнің жұмыс уақытымен сәйкес келген. Ал ең маңыздысы, оның телефонынан Айдананың жұмысын әдейі қиындатуға байланысты хабарламалар табылды. Бәрі біртіндеп орнына келе бастады. Ләйлә ақыры ұсталды. Тергеу кезінде оның қызғаныштан Айдананың жолын кескісі келгені анықталды. Ал кейін оның әрекеті шектен шығып кеткен. Ол Айдананы жұмыстан қуып, беделін түсіріп, орнын өз алғысы келген. Фейсалға қатысты оқиға да оның ұйымдастырған әрекет екені дәлелденді. Сот залында соңғы шешім оқылғанда Айдана үнсіз жылады. Айданаға тағылған айыптар дәлелденген жоқ. Ол толықтай ақталады. Айдана көзін жұмды. Ол бірнеше секунд бойы ештеңе естімегендей отырды. Сосын Нұрлан жанына келді. Бітті. Айдана оған қарап, шынымен бітті ме? Иә. Айдана жылап. Мен тек дәрігер болғым келген, деді. Нұрлан оның қолын қысты. Енді ешкім сенің жолыңды кесіп өте алмайды. Айдана бірден әкесіне қоңырау шалды. Әке, қызым, мен ақталдым. Телефонның ар жағында әкесі ұзақ үнсіз тұрды. Сосын, мен сенің кінәсіз екеніңді білдім, деді. Айдана жылап. Мен сізді қатты сағындым. Үйге қайтқың келе ме? Айдана біраз үнсіз қалды. Сосын терезеден Дубайдың жарықтарына қарап. Жоқ, әке. Неге? Айдана ақ қалатына қарады. Менің бұл жерде аяқталмаған жұмысым бар. Ол қайтадан медициналық орталыққа оралды. Бұл жолы оның алдындағылардың бәрі оған басқа көзбен қарады. Айдана ақ қалатын киіп жұмыс орнына кірді. Ол жеңілген жоқ. Керісінше, сол қиындықтардың бәрінен өтіп, бұрынғыдан да мықты болып шықты. Ал оның жанында әр қадамында сенген бір адам бар еді. Нұрлан. Бірақ Айдана әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Нұрланның оған деген сезімі енді жайған қамқорлықтан әлдеқайда тереңдеп біткен болатын. Айдана ақталып жұмысына қайта оралғаннан кейін, оның өмірі біртіндеп тыныштала бастады. Нұрлан екеуінің арасы да бұрынғыдан жақындай түсті. Екеуі бір-біріне сезімдерін ашық айтпаса да, олардың жүректерінде не болып жатқанын екеуі де жақсы түсінетін. Нұрлан Айдананы жұмыстан кейін күтіп алатын. Айдана шаршап шықса, бірге тамақтанып ұзақ сөйлесетін. Олар болашақ туралы ақыр ойлана бастады. Бірақ Нұрланның өмірінде күтпеген жағдай пайда болды. Нұрлан жұмыс істейтін компанияның басшысы Дубайдағы беделді араб кәсіпкері Халид Әл-Мансури еді. Халид Нұрланды қарапайым қызметкер кезінен білетін. Нұрлан еңбекқорлығымен, адалдығымен және қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай алатын қасиетімен оның сеніміне кірген. Уақыт өте келе Халид Нұрланды жай қызметкер емес, жақын адамы, сенімді серігі ретінде көре бастады. Компаниядағы басқа да ірі араб кәсіпкерлер Нұрланды жақсы танитын. Бірақ солардың арасында бір отбасы Нұрланға ерекше назар аударатын. Халидтің жақын досы әрі аса бай кәсіпкер Саид Әл-Хамдани деген адам бар еді. Оның жалғыз қызы Латифа. Латифа Дубайда туған, осы қалада өскен жергілікті араб қызы болатын. Ол білімді, сұлу әрі өте ерке болып өскен. Латифа Нұрланды бірнеше жылдан бері сырттай жақсы көретін. Ол Нұрланның байлығы үшін емес, оның мінезі мен қарапайымдылығы үшін қызыққан. Бір күні Латифа әкесіне: «Әке, мен Нұрланға тұрмысқа шыққым келеді», деді. Саид қызына ұзақ қарап отырды. «Сен оны жақсы көресің бе?» «Иә». «Ал ол сені жақсы көре ме?»
Латифа үндемей қалды. Мен білмеймін. Саид күрсінді. Онда алдымен оның ойын біл. Бірақ Нұрланның жүрегінде Айдана бар еді. Оны Латифада бір күні білді. Ол Нұрланның Айданамен бірге жүргенін көріп қалды. Латифа Айданаға ұзақ қарап тұрды. Бұл кім? Жанындағы адам. Нұрланмен бірге жұмыс істейтін дәрігер екен. Латифаның қабағы түйілді. Дәрігер ме? Иә, Қазақстаннан келген. Латифа үндемеді. Бірақ сол күннен бастап оның көңілінде қызғаныш пайда болды. Көп ұзамай Нұрланды Саид әл-Хамданидің үйіне шақырды. Үлкен сарайдың ішінде Нұрланды жылы қарсы алды. Саид, отыр Нұрлан. Сенімен маңызды мәселе туралы сөйлескім келеді. Нұрлан отырды. Біраздан кейін Саид, сен біздің отбасымызға жақын адамсың. Мен сенің еңбекқорлығыңды бағалаймын. Рахмет. Саған компанияда өте жоғары қызмет ұсынғым келеді. Нұрлан таңғалдалды. Қандай қызмет? Бірнеше бөлімді басқаратын лауазым. Жалақысы да қазіргіден бірнеше есе жоғары болады. Нұрлан ойланып қалды. Саид сөзін жалғастырды. Сонымен қатар саған жеке бизнес бастауға қаржы беремін. Нұрлан оның не айтқысы келгенін түсіне бастады. Мұның бәрінің шарты бар ма? Саид. Иә. Сол кезде бөлмеге Латифа кірді. Саид қызына қарап. Латифа сені жақсы көреді. Нұрлан біраз үнсіз қалды. Сосын сабырлы түрде. Мені кешіріңіз, бірақ мен оған үйлене алмаймын. Латифаның жүзі өзгерді. Неге? Нұрлан ашық жауап берді. Өйткені мен басқа қызды жақсы көремін. Айдананы ма? Нұрлан үнсіз қалды. Бұл жауаптың өзі жеткілікті еді. Саидтың қабағы түйілді. Нұрлан, сен мұндай мүмкіндікті қайта таппайсың. Мен түсінемін. Ақша, қызмет, компаниядағы үлес, бәрін ұсындым. Рахмет, бірақ мен сезімімді ақшаға айырбастай алмаймын. Саид ашуланып. Сен бұл жерде кімнің алдында тұрғаныңды білесің бе? Нұрлан сабырлы түрде. Білемін, бірақ менің өмірімді кіммен өткізетінімді де өзім шешуім керек. Ол орнынан тұрып үйден шығып кетті. Латифа артынан қарап тұрып жылап жіберді. Осыдан кейін Нұрланға қысым басталды. Оған ірі кәсіпкерлер арқылы ұсыныстар келді. Біреуі, Латифамен үйленсең бизнесің бірден өседі. Екіншісі, сенің болашағың осы отбасының қолында. Үшіншісі, бір қыз үшін осындай мүмкіндіктерден бас тартудың қажеті бар ма? Нұрлан бәріне бір ғана жауап берді. Мен Айдананы жақсы көремін. Бұл сөз Латифаға ауыр тиді. Ол Айдананы қызғанып қана қоймай, енді оны Нұрланның өмірінен алып тастауды ойлай бастады. Бір күні Айданаға белгісіз нөмірден хабарлама келді. Нұрланнан алыста. Бұл сен үшін соңғы ескерту. Айдана қорқып, хабарламаны Нұрланға көрсетті. Нұрланның жүзі бірден өзгерді. Бұдан бұлай жалғыз жүрме. Бұл Латифаның ісі болуы мүмкін бе? Дәлел жоқ. Бірақ мен қорқып тұрмын. Нұрлан оның қолынан ұстады. Мен сені ешкімге бермеймін. Бірақ қауіп күшейе түсті. Бір кеште Айдана жұмыстан шығып келе жатқанда, артынан бірнеше адам еріп келе жатқанын байқады. Ол жылдам жүрді, бірақ олар да соңынан қалмады. Айдана қорқып, адамдар көп жерге қарай жүгірді. Сол кезде біреу оны тоқтатпақ болды. Жанжал кезінде Айдана құлап, ауыр жарақат алды. Айналдағы адамдар жедел жәрдем шақырды. Нұрланға ауруханадан қоңырау келгенде ол есеңгіреп қалды. Сіз Айдананың жақынысыз ба? Иә. Ол ауруханада, жағдайы ауыр. Нұрлан бірден ауруханаға жетті. Айдана палатада жатты, беті жарақаттанған, қолы таңылған. Нұрлан оның қасына отырып, Айдана, қыз көзін ашты. Нұрлан, мен осындан. Айдананың көзінен жас шықты. Мен сізге ауыртпалық болып кеттім бе? Жоқ. Бәрі менің кесірімнен болып жатыр. Нұрлан оның қолын ақырын ұстады. Сенің еш кінәң жоқ. Мен сізден қорқып кеттім. Неден? Бір күні мен үшін сіз де қиындыққа қаласыз ба деп. Нұрлан оның көзіне қарап, мен сені кіналаған жоқпын, Айдана. Айдана таңғалды. Мен сені сүйдім. Екеуінің айырмашылығы бар. Айдананың көзінен жас ақты. Нұрлан Латифамен сөйлесуге шешім қабылдады. Сенің әкеңнің байлығы да, оның билігі де мені Айданадан айыра алмайды. Латифа жылап. Мен сені жоғалтқым келмейді. Бірақ сен мені ешқашан иеленген жоқсың. Латифа үндемеді. Мен саған жамандық тілемеймін. Бірақ Айданаға тағы бір рет қауіп төнсе, мен үнсіз қалмаймын. Кейін Нұрлан Саид әл-Хамданимен де бетпе-бет сөйлесті. Мен сізді сыйлаймын. Бірақ қызымызға үйлене алмаймын. Саид, сен үшін Айдана соншалықты маңызды ма? Нұрлан, иә. Осы кезде Нұрланның бастығы Халид әл-Мансури де келді. Халид Саидқа. Біз Нұрланды көп жылдан бері білеміз. Ол адал адам. Оның өмірін ақшаға айырбастауға болмайды. Саид біраз үнсіз отырды. Ақыры қызына қарап, Латифа, махаббатты мәжбүрлеуге болмайды. Латифа көз жасын сүртті.
Ол Нұрланды жоғалтқанын түсінді, бірақ бұл жолы әкесінің сөзін тыңдады. Айданаға қатысты болған оқиға бойынша тергеу жүргізіліп, кінәлілер жауапқа тартылды. Ал Нұрлан мен Айдананың жолын бөгейтін адамдардың бәрі біртіндеп шетке кетті. Айдана ауруханадан шыққан соң Нұрлан оған: "Менің саған айтарым бар." "Не?" Біз бұл қалада көп нәрсені бастан өткердік. Айдана жымиып: "Иә. Бірақ мен енді басқа нәрсені қалаймын." "Нені?" "Сенімен бірге үйге қайтқым келеді." Айдананың көзіне жас толды. "Әкеме ме?" "Әкеңе." Айдана басын изеді. "Қайтсақ қайтайық." Бірнеше күннен кейін екеуі Дубай әуежайында тұрды. Айдана соңғы рет қалаға қарады. Ол бұл қалаға қорқынышпен келген, ал енді Дубайдан жүрегінде ең қымбат адамы бар күйде кетіп бара жатты. Нұрлан оның қолын ұстады. "Дайынсың ба?" Айдана күлімсіреді. "Иә." "Қорықпайсың ба?" "Жоқ." "Неге?" Айдана оның қолын қаттырақ қысып: "Өйткені енді жалғыз емеспін." Ұшақ көкке көтерілді, ал төменде Дубайдың шамдары алыстап бара жатты. Олардың артында қиындыққа толы жылдар қалды, ал алдарында туған ел, Айдананың әкесі және екеуінің бірге құратын жаңа өмірі тұрды. Дубайдан ұшқан ұшақ Қазақстанға қонғанда Айдананың жүрегі ерекше толқыды. Ол туған жерінің топырағына қайта аяқ басқанда бірнеше жыл бұрынғы өмірі көз алдынан өтті. Айдана үйінің есігін ашқанда үй іші тым-тыныш болды. "Әке?" Жауап болмады. "Әке, мен келдім." Бір кезде ішкі бөлмеден әлсіз дауыс естілді. "Айдана, сенсің де?" Айдана бөлмеге жүгіріп кірді. Әкесін көргенде жүрегі ауырды. Әкесі қатты арықтап кеткен, беті қуарып, әлсіреп, төсекте әрең жатты. Айдана оның жанына отырып: "Әке, сізге не болды?" Әкесі күлімсіруге тырысты. "Ештеңе емес қызым, сәл ауырып жүрмін." "Неге маған айтпадыңыз? Сен Дубайда жүрдің, жұмысыңды тастап, уайымдап қайтып келмесін дедім." Айдананың көзінен жас шықты. "Мен сіздің қызыңызбын ғой, неге айтпадыңыз?" Әкесі оның қолын ұстады. "Сенің аман жүргеніңді білсем, маған сол жеткілікті." "Жоқ әке, енді бәрін тексереміз, дәрігерге барамыз." Әкесі үндемеді. Сол түні Айдана әкесінің қасында отырды. Ол әкесінің ауыр тынысын тыңдап отырып, іштей қатты қорықты. Таң атқанша ұйықтамады. Дубайға алғаш барған кезі, жалғыздығы, жұмыс іздеп қиналғаны, жалған айып, аурухана, қорқыныш және сол қиындықтардың арасынан жолыққан Нұрлан. Енді бәрі артта қалғандай еді. Нұрлан мен Айдана әуежайдан шыққан соң екі жаққа бөлінді. "Әкеңді көріп ал," деді Нұрлан. "Мен де ата-анама барайын, сосын кездесеміз." Айдана басын изеді. "Жақсы, бірақ кешке міндетті түрде хабарлас." "Хабарласам." Екеуі бір-біріне қарап күлімсіреді. Олар енді бұрынғыдай жалғыз емес еді. Ал Нұрлан болса ата-анасының үйіне келді. Анасы есікті ашқанда "Балам" деп оны құшақтап алды. Әкесі де қуанып қарсы алды. "Елге келгенің жақсы болды." Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Сосын: "Әке, апа, мен сіздерге бір адамды таныстырғым келеді." Анасы күлімсіреп: "Қыз бар ма?" Нұрлан күліп жіберді. "Иә." "Кім ол?" "Аты Айдана, қазақ қызы, Қазақстанда тұрады, дәрігер." Анасы баласына таңырқай қарады. "Сонда сен үйленгелі жүрсің бе?" Нұрлан басын изеді. "Иә, мен оны жақсы көремін." Әкесі: "Ал оның отбасы бар ма?" "Әкесі бар, анасынан ерте айырылған." Анасы бірден: "Қыздың өзі қандай?" Нұрлан жымиып: "Жақсы адам, қиындық көрсе де ешкімге жамандық ойламайды, өте еңбекқор." Анасы ұлының жүзіне қарап бәрін түсінгендей болды. "Сен оны шын жақсы көретін сияқтысың." "Иә." "Онда біз де танысайық." Кешке Нұрлан Айданаға қоңырау шалды. "Қалайсың?" Айдана біраз үнсіз тұрды. "Нұрлан." Оның даусынан ақ Нұрлан бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. "Не болды?" Айдана жылап жіберді. "Әкем қатты ауырып жатыр." Нұрланның жүзі өзгерді. "Қазір жағдайы қалай?" "Нашар, өте әлсіз, мен қорқып отырмын." "Ертең дәрігерге апарамыз." "Нұрлан, менің ақшам бар, бірақ емделуге қанша кететінін білмеймін. Ақша туралы қазір ойлама." "Бірақ, Айдана, сен жалғыз емессің, есіңде ме?" Айдана үнсіз жылады. Нұрлан: "Ертең таңертең барамын." Келесі күні Нұрлан Айданамен бірге әкесін жақсы дәрігерлерге көрсетті. Тексерулер жасалды. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер олардың алдына отырды. "Ем қажет, уақытты созуға болмайды." Айдананың жүрегі қысылды. Қанша уақыт емделеді? Нақты айту қиын, бірақ дұрыс ем қабылдаса, жағдайын жақсартуға болады. Айдана әкесінің қолын қысып: "Әке, сіз жазыласыз." Әкесі әлсіз жымиып: "Сен қасында болсаң, жазыламын." Нұрлан да сол сәтте шешім қабылдады. Ол енді тек Айдананың жанында болуды емес, оның отбасына да тірек болуды қалады.
Нұрлан Дубайда жұмыс істеп жүріп көп нәрсе үйренген еді. Бай кәсіпкерлердің қалай бизнес жүргізетінін көрді. Шетелдік компаниялармен қалай байланыс орнату керектігін білді. Ең бастысы, оның жақсы таныстар қалыптасты. Енді ол сол тәжірибесін Қазақстанда пайдаланғысы келді. Мен өз бизнесімді бастаймын, деді ол Айданаға. Айдана таңғалды. Қандай бизнес? Халықаралық сауда және қызмет көрсету саласында. Басында кішкентай болар, бірақ біртіндеп үлкейтемін. Қорықпайсың ба? Нұрлан күлді. Қорқамын, бірақ қорыққаным үшін тоқтамаймын. Алғашқы кезде бәрі ойдағыдай болмады. Кейбір серіктестері келісімнен бас тартты. Бір жобасы шығынға ұшырады. Нұрланның ақшасы да азая бастады. Бірақ ол берілмеді. Түнге дейін жұмыс істеді. Шетелдегі бұрынғы таныстармен сөйлесті. Бірнеше айдан кейін алғашқы ірі келісімшартқа қол қойды. Содан кейін тағы бір компаниямен байланыс орнатты. Кәсібі біртіндеп өсе бастады. Нұрлан Қазақстандағы компаниясын шетелдік серіктестермен байланыстырып, жаңа нарықтарға шықты. Ал оның ең үлкен мақсаты өзгермеді. Айдананың әкесін емдету. Айдана әкесі ауруханадан шыққаннан кейін оның жанынан бір елі алыстаған жоқ. Ол жұмысты да ойламады. Әкеңіз толық жарылғанша өзіңізге уақыт беріңіз деген дәрігердің сөзі де оның шешімін бекіте түсті. Айдана күн сайын әкесінің дәрісін уақытында беріп, тамағын дайындап, дәрігерлердің айтқанын орындап отырды. Кейде әкесі: «Қызым, сенің де жұмысың бар ғой, мені осылай қарап отыра берме» дейтін. Айдана күлімдеп: «Жұмыс күте тұрады, сіз мені қанша жыл күттіңіз, енді кезек менікі». Әкесі қызына қарап көз жасын жасыратын. «Сен бала кезіңнен осындай едің». Айдана: «Қандай?» «Бір нәрсені шешсең, ешкім тоқтата алмайды». Екеуі күліп қоятын. Айдана бірнеше ай бойы әкесінің қасында болды. Осы уақыт ішінде Нұрлан да қолынан келгенше көмектесті, бірақ ол Айдананы ешқашан асықтырмады. Керісінше: «Әкеңе қара, қалғанның бәрі кейін болады» дейтін. Нұрлан болса өз жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Ол Қазақстанда жеке бизнесін ашты. Алғашқы айларда қиындықтар болды, бірақ Дубайда жинаған тәжірибесі мен бұрынғы байланыстары көп көмектесті. Біртіндеп компаниясы дамып, шетелдік серіктестермен келісімдер жасай бастады. Нұрланның кәсібі жақсы жүріп кетті. Бір күні Айдананың әкесі таңертең өзі сыртқа шығып отырды. Айдана оның артынан қарап тұрып: «Әке, не болды? Өзіңізді жақсы сезініп тұрсыз ба?» «Иә қызым, бұрынғыдай емеспін». Айдана қуаныштан жылап жіберді. «Сонда сіз жазылдыңыз ба?» Әкесі күлімсіреп: «Сенің арқасында». Айдана оны құшақтады. Сол күні ол алғаш рет өз болашағын ойлады. Әкесі толықтай қалпына келген соң, Айдана медицина саласына қайта оралуды шешті. Бірақ бұл жолы жай дәрігер болып жұмыс істеуде емес, үлкен медициналық орталықта бас дәрігер болуды ұсынды. Оның бұрынғы тәжірибесі, білімі және қиын жағдайларда көрсеткен кәсібилігі ескерілді. Айдана ұсынысты қабылдады. Алғашқы күні жаңа қызметіне кіргенде ол ұзақ уақыт есік алдында тұрып қалды. Бірнеше жыл бұрын Дубайда жұмыс таба алмай көшеде жылап тұрған қыз есіне түсті. Ал енді ол үлкен емхананың бас дәрігері болып тұр. Ол іштей: «Әке, мен жасадым» деп сыбырлады. Бір күні Нұрлан Айданаға: «Бүгін атанам сені қонаққа шақырды» деді. Айдана қобалжып: «Шынымен бе?» «Иә, олар сені ресми түрде келіндері ретінде қабылдағысы келеді». Айдана күліп: «Онда мен не апарамын?» «Ештеңе». «Қалай ештеңе? Мен құр қол бармаймын». Сол күні Айдана тәттілер алып барды. Нұрланның ата-анасы оны жылы қарсы алды. Анасы Айдананың қолынан ұстап: «Қызым, біз сені бұрыннан көргіміз келіп жүреді». «Айдана, мен де сіздермен танысуды қатты қаладым». Бәрі дастархан басына отырды. Шай құйылды, тәттілер қойылды. Әңгіме арасында Нұрланның анасы: «Енді балалар, үйлену мәселесін қашан шешеміз?» Айдана ұялып қалды. Нұрлан күліп: «Мен дайынмын». Әкесі: «Онда қыздың әкесінен рұқсат сұрау керек». Айдана күлімсіреді: «Әкем де қарсы болмайды». Сол кеште екі отбасы тойдың уақытын, қонақтарын және барлық ұйымдастыру мәселесін ақылдаса бастады. Көп ұзамай үлкен тойдың күні белгіленді. Айдана ақ көйлек киді, Нұрлан салтанатты костюммен тұрды. Екі жақтың туыстары жиналды. Айдананың әкесі қызына қарап көз жасын тыя алмады. «Қызым, сенің осындай бақытты күніңді көремін деп армандадым». Айдана әкесін құшақтады. «Ең бастысы сіз қасындасыз. Тойға Дубайдан да арнайы қонақтар келді». Нұрланның бұрынғы бастығы Халид Әл-Мансури арнайы ұшып келді. Онымен бірге Дубайдағы бірнеше беделді кәсіпкер де келді. Тіпті Латифа да әкесінің қасында тойға қатысты. Ол Нұрланды көріп бір сәт үнсіз қалды. Бірақ бұл жолы оның жүрегінде қызғаныш жоқ еді. Латифа Айданаға жақындап: «Бақытты болыңыздар» деді. Айдана күлімсіреп: «Рахмет». Латифа Нұрланға қарап: «Сен дұрыс таңдау жасадың». Нұрлан басын изеді: «Рахмет». Той кезінде Халид Әл-Мансури ортаға шығып сөз сөйледі: «Мен Нұрланды Дубайда қарапайым қызметкер кезінен білемін. Ол көп қиындық көрді.
бірақ ешқашан адалдығын жоғалтқан жоқ. Зал тып-тыныш болып қалды. Бүгін мен оның өміріндегі ең үлкен жетістігін көріп тұрмын. Бұл оның бизнесі де емес, қызметі де емес. Оның ең үлкен жетістігі өзіне лайықты жар табуы. Жұрт қол соқты. Халид Айданаға қарап, «Айдана ханым, Нұрланды бақытты етіңіз. Ал Нұрлан, сіз де осы қыздың қадірін біліңіз». Нұрлан, «Уәде беремін». Тағы да қол шапалақ естілді. Кеш соңында Нұрлан Айдананың қасына келді. «Бақыттысың ба?» Айдана күлімсіреп, «Өте». «Өкінетін нәрсең бар ма?» Айдана біраз ойланып, «Жоқ, Дубай ше». Айдана күлді. «Дубай маған көп қиындық берді. Бірақ сол қалада сені кездестірдім». Нұрлан оның қолынан ұстап, «Демек бәріне тұрарлық болған». Айдана басын оның иығына қойды. Алыста әкесі күлімдеп қарап тұрды. Екі отбасы бір дастархан басында отырды. Дубайдан келген қонақтарда қоштасып, оларға ақ тілектерін айтты. Ал Айдана мен Нұрлан үшін жаңа өмір енді ғана басталып келе жатты. Бұл жолы оларды ешқандай қарыз, қызғаныш, жалған айып немесе қорқыныш ажырата алмайтын еді. Тойдан кейін Нұрлан мен Айдана өздерінің жеке шаңырағында тұра бастады. Екеуі ата-анасынан бөлек тұрса да, екі жақтың да арасы суыған жоқ. Нұрланның әке-шешесі өздері, «Балалар, енді өз шаңырақтарында тұра беріңдер, бізге алаңдамаңдар. Бірақ бір-бірімізге жиі барып тұрайық» деп баталарын берген еді. Сондықтан Нұрлан мен Айдана ата-аналарына жиі барып жағдайларын сұраттырды. Бірақ Айдананың көңілінде бір алаң бар еді. Ол өз әкесін ойлай беретін. Бір күні кешке Нұрлан екеуі үйде шай ішіп отырғанда Айдана күрсініп, «Нұрлан, иә, әкеме алаңдап жүрмін. Денсаулығы мазалап жүрме? Білмеймін, өзі жақсымын дейді. Бірақ үйде жалғыз, анам жоқ. Бізде бөлек тұрамыз. Кейде түнде жалғыз қалып, бір жер ауырып қалса оған кім көмектеседі деп қорқамын». Нұрлан біраз ойланып отырды да, «Онда бір шешімі бар». Айдана оған қарады. «Қандай?» «Әкеңді бізбен бірге тұрғызайық». Айдана аң-таң болды. «Сен шынымен айтып тұрсың ба?» «Әрине, ол жалғыз қалмауы керек. Біздің үйімізде орын бар. Оған жеке бөлме дайындаймыз». Айдананың көзіне жас келді. «Бірақ алдымен ата-анаңнан сұрайық. Мен олардың рұқсатынсыз шешім қабылдағым келмейді». Нұрлан жымиып, «Дұрыс айтасың». Ата-ананың батасы. Келесі күні Айдана мен Нұрлан Нұрланның ата-анасының үйіне барды. Шай үстінде Айдана біраз қысылып отырды. Нұрланның анасы, «Қызым, бір нәрсе айтқың келіп отырған сияқты ғой». Айдана ақырын, «Апа, сіздерден ақыл сұрайын деп едім». «Айта бер». «Менің әкем жалғыз тұрады. Денсаулығы да бұрынғыдай емес. Кейде қатты уайымдаймын. Нұрлан әкемді өзімізбен бірге тұрғызайық деп ұсыныс айтты. Бірақ сіздер қалай қарайсыздар деп сұрағым келді». Нұрланның анасы бірден, «Қызым, бұған неге қарсы болуымыз керек?» Әкесі де басын изеді. «Дұрыс шешім. Жалғыз адамды жалғыз қалдыруға болмайды». Айдана жеңіл дем алды. «Рахмет сіздерге». Анасы, «Керісінше, әкеңізді бізге де жақындатыңыздар. Ол бізге бөтен емес». Нұрлан әкесіне қарап, «Рахмет әке. Балам, сен енді өз отбасының ғана емес, үлкен отбасының да тірегісің». Бірнеше күннен кейін Айдананың әкесі жаңа үйге көшіп келді. Айдана оған арнайы бөлме дайындады. «Әке, осы бөлме сіздікі». Әкесі жан-жағына қарап, «Қызым, мен сендерге ауыртпалық болмайын ба?» Нұрлан күліп, «Аға, олай айтпаңыз, бұл сіздің де үйіңіз». Айдананың әкесі Нұрланның иығынан қақты. «Балам, сенің осындай азамат болғаныңа қуаныштымын». Енді үйде 3 адам бірге тұрды. Кешкісін үшеуі дастархан басында шай ішіп әңгімелесетін. Айдананың көңілі де тынышталды. Әкесі жалғыз емес еді. Арада біраз уақыт өткен соң Айдана өзін жайсыз сезіне бастады. «Нұрлан, соңғы кезде шаршап жүрсің, дәрігерге көрінбей-ақ қойдың ба?» Айдана күлімсіреп, «Барамын». Кешерден кейін дәрігер Айданаға қарап, «Сізді құттықтаймын». Айдана таңғалып, «Немен?» Дәрігер жымиып, «Сіз ана боласыз». Айдананың жүрегі қуаныштан дүрсілдеді. Ол үйге келгенде жаңалықты бірінші Нұрланға айтты. «Нұрлан, не болды? Біз балалы боламыз». Нұрлан оны құшақтап, «Шын ба?» Айдана басын изеді. Айдананың әкесі бұл жаңалықты естігенде қатты қуанды. «Немере сүйетін болдым». Ал Нұрланның ата-анасы да қуаныштан көздеріне жас алды. Жүктілік кезінде Айдананы дәрігерлер мұқият бақылап отырды. Бір күні кезекті тексерісте дәрігер экранға ұзақ қарап қалды. Айдана қобалжып, «Не болды?» Дәрігер күлімсіреді. «Айдана, сіздерде бір емес 2 сәби бар». Нұрлан, «2?» «Иә, егіз». Айдана мен Нұрлан бір-біріне қарап қалды. «Екеуі де аман ба?» деді Айдана. «Әзірге бәрі жақсы, бірақ дәрігер тағы бір жаңалық айтты. Біреуі ұл, біреуі қыз». Айдананың көзінен жас шығып кетті. «Нұрлан».
Нұрлан оның қолын қысып, бір ұл, бір қыз. Айдана күлімсіреп, біздің үйде бірден 2 сәби болады. Айдананың әкесі бұл жаңалықты естігенде, 2 немере, бірден 2 немере деп қуанып кетті. Ал Нұрланның анасы, бір үйге 2 қуаныш қатар келгелі тұр екен. Нұрлан болса Айдананың жанына отырып, енді сен өзіңді қатты күтуің керек. Айдана күліп, сен де әке болуға дайындал. Нұрлан, мен қазірден дайындалып жатырмын. Үйдің ішінде күлкі көбейді. 2 отбасы да егіздерді асыра күтті. Ал Айдана болса қолын ішіне қойып, балаларым, сендер үшін бәріне дайынмын деп сыбырлады. Ол әлі білмейтін, алда оны өміріндегі ең ауыр сынақтардың бірі күтіп тұрған еді. Айдананың жүктілігі күн өткен сайын ауырына түсті. Ішінде 2 сәби болғандықтан дәрігерлер оны ерекше бақылауда ұстады. Нұрлан да Айдананы жалғыз қалдырмайтын. Шашасаң демал, үйдің шаруасын өзім істеймін дейтін ол. Айдананың әкесі де қызына қарап, қызым, өзіңді күт, сен қазір жалғыз емессің деп үнемі ескертіп жүрді. Уақыт өте, Айдананың ішіндегі егіздер де өсіп жатты. Бірі ұл, екіншісі қыз. Нұрлан кеш сайын Айдананың ішіне қолын қойып, балалар, әкелерің осында деп сөйлейтін. Айдана күліп, олар сені естір жатыр деп ойлайсың ба? Әрине, екеуі де мені жақсы көреді. Қайдан білесің? Әкелерін жақсы көрмей қайда барады? Екеуі күліп қоятын. Жүктіліктің соңғы айларының бірінде Айдана өзін біртүрлі сезінді. Таңертең оның жағдайы күрт нашарлады. Нұрлан бірден жанына келді. Не болды? Ішім қатты ауырып тұр. Нұрлан қорқып кетсе де өзін ұстап, қазір ауруханаға барамыз. Жедел жәрдем шақырылды. Ауруханада дәрігерлер Айдананы тексеріп бір-бірімен сөйлесе бастады. Босану ерте басталуы мүмкін. Айдана қорқып, бірақ әлі ерте емес пе? Иә, бірақ біз сізді бақылауда ұстаймыз. Нұрлан оның қолын қысып, қорықпа, мен қасындамын. Айдана көзінен жас шығарып, балаларым аман болсыншы. Аман болады. Бірнеше сағаттан кейін Айдананың жағдайы қиындады. Дәрігерлер босануды жеделдетуге мәжбүр болды. Айдана бар күшін жинады. Ақыры бірінші сәби дүниеге келді. Ұл. Бірақ оның дауысы әлсіз еді. Дәрігерлер оны бірден арнайы бөлімге алып кетті. Сәлден соң екінші сәби дүниеге келді. Қыз. Ол да әлсіз болатын. 2 сәбиді де дәрігерлер реанимацияға жеткізді. Айдана, балаларымды көрейін. Дәрігер, әзірге оларды бақылауда ұстаймыз. Айдананың жүрегі ауырды. Екеуі де ме? Иә, Нұрлан оның маңдайынан сипап. Біз оларды күтеміз. Күндер өте берді. Айдана күн сайын егіздерінің жағдайын сұрайтын. Бір күні, ұлымның жағдайы тұрақты. Келесі күні, қызыңыздың жағдайы жақсарды, бірақ әлі де екеуін үйге шығаруға ертеді. Айдана реанимацияның есігінің алдында ұзақ отыратын. Балаларым мені күтіп жатыр. Нұрлан оның қасына отырып, ал біз оларды күтіп отырмыз. Нұрланның ата-анасы да күн сайын хабарласып тұрды. Айдананың әкесі, қызым, сен өзіңді ұстай біл, немерелеріңе сенің күшің керек. Айдана басын изеді. Мен оларды үйге алып қайтамын. 1 айға жуық уақыт өткен соң, дәрігер Айдана мен Нұрланды шақырды. Жақсы жаңалығымыз бар. Екеуі бірден елең етті. Балаларыңыздың жағдайы жақсарып келеді. Егер осы қалыпта болса, жақын арада реанимациядан шығарамыз. Айдананың көзінен жас ақты. Рахмет. Нұрлан оны құшақтады. Естідің бе? Балаларымыз күресіп жатыр. Айдана күлімсіреп, олар менің балаларым ғой. Ақыры көптен күткен күн келді. Дәрігер, бүгін егіздеріңізді үйге шығаруға болады. Айдана сенер сенбесін білмеді. Ол алдымен қызын құшағына алды. Кішкентай сәбиді жүрегіне қысып, анашым сені күтті. Сосын ұлын қолын алды. Сен де мықты болдың. Нұрлан екеуінің қасына келіп көз жасын жасыра алмады. Екеуі де біздің балаларымыз. Айдана, иә, біздің кішкентай батырларымыз. Үйге келгенде 2 отбасы оларды қарсы алды. Айдананың әкесі 2 немересіне қарап үнсіз жылады. Нұрланның анасы, Құдайға шүкір, екеуі де аман келді. Нұрлан Айдананың жанына келіп, сен де үлкен сынақтан өттім. Айдана оған қарап, біз бірге өттік. Сол түні үйде алғаш рет 2 сәбидің дауысы естілді. Бірі ұл, бірі қыз. Ал Айдана мен Нұрлан бір-біріне қарап, үнсіз Ғұбайдағы күлімсіреді. Олар Дубайдағы қиын күндерді, жалғыздықты, қорқынышты, ауруханаларды артқа тастаған еді. Енді олардың алдында жаңа өмір тұрды. Бір үйде Айдана, Нұрлан. Айдананың әкесі және кішкентай егіздер. Ал бұл отбасының ең үлкен байлығы бір-бірінің жанында болған еді. Арада бірнеше жыл өтті. Нұрланның бизнесі үлкен компанияға айналды. Ол Қазақстанмен ғана емес, шетелдік серіктестермен де жұмыс істейтін беделді кәсіпкер болды. Ал Айдана үлкен емханада бас дәрігер болып, өз жұмысын абыроймен жалғастырды. Ең бастысы, олардың балалары аман есен өсіп жатты. Егіз ұлы мен қызы үйдің ішін күлкіге толтыратын.
Бірі әкесінің соңынан қалмайтын, екіншісі анасынан ажырамайтын. Айдананың әкесі де немерелерінің қызығын көріп бақытты өмір сүрді. Нұрланның ата-анасы да олармен жиі араласып, немерелерін сағынып келіп тұратын. Бір күні кешке бәрі дастархан басына жиналды. Айдананың әкесі немерелеріне қарап: «Мен бір кездері жалғыз қаламын деп ойлағанмын, ал қазір айналамда қанша адам бар». Нұрлан күлімсіреп: «Сіз ешқашан жалғыз болмайсыз аға». Айдана әкесінің қолын ұстап: «Өйткені біз бір отбасымыз». Сол сәтте егіздер күліп жүгіріп келіп аталарының құшағына кірді. Үйдің іші баланың күлкісіне толды. Нұрлан Айданаға қарап: «Есіңде ме Дубайда алғаш кездескен кезіміз?» Айдана күлімсіреп: «Есімде, сол кезде екеуміздің осындай өмір сүретінімізді кім ойлаған?» «Ешкім». Айдана оның қолын қысып: «Бірақ бәріне бірге жеттік». Нұрлан: «Иә, қиындықта да, қуанышта да». Айдана балаларына қарап: «Менің ең үлкен бақытым осы». Нұрлан оның маңдайынан сүйді. Керезенің сыртында кешкі күн батып бара жатты, ал үйдің ішінде 4 адамның күлкісі, ата-аналардың әңгімесі және балалардың қуанышы естіліп тұрды. Дубайда басталған ауыр тағдыр, сатқындық пен қорқынышқа толы жол ақыры туған елде бақытқа ұласты. Айдана әкесін жалғыз қалдырмады. Нұрлан Айдананы ешқашан тастамады. Екі отбасы бір-біріне сүйеу болды. Ал олардың махаббаты қиындықтардың бәрінен өтіп берік отбасыға айналды. Екеуі балаларының қолынан ұстап бір-біріне қарады. «Бақыттымыз ба?» деді Нұрлан. Айдана күлімсіреп: «Иә, өте бақыттымыз». Сөйтіп Айдана мен Нұрланның хикаясы бақытты аяқталды. Әрбір бөлімді жіберіп алмаңыздар. Егер оқиға сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі бөлімді күтіңіздер. Алда бұдан да қызықты әрі әсерлі оқиғалар бар.